Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен халық емі қой терісіне түсіру туралы сөйлесетін боламыз. Көшпенді қазақ өмірі табиғаттың әр алуан құбылыстарын басынан өткізген. Жатын орнынан ылғал болуынан, қысқы суықтың ызғарынан және осы табиғи ортаның қысымынан қорғану жабдықтарының аз болуынан жақсы егде тартқан адамдар жел, құз, қияң сынды ауруларға душар болып жатады. Қазақ емшілері осы науқастардың ауруынан айықтыру үшін түрлі ем жасаған. Солардың бірі қойдың терісіне түсіру. Ем жасау барысында семірген еркек қойды таңдап алып терісін бітеу сояды. Сосын күзде піскен ерменді бүрімен қоса қайнатып, оның нілін терісінің ішіне құятын болған. Кезегімен науқас адамды шешіндіріп, мойнынан бастап аяғына дейін қой терісімен орап, жылы жауып 2-3 сағат жатқызған. Уақыт болған соң адамды тазалап жуындырады. Қой терісіне түскен адам өзін жылы ұстап, сорпаланып бірнеше күн күтіну керек болған. Бұл қара емнің адам денесіндегі буындардың желді сарысу алуда, буындардың қақсауы мен сырқырап ауруынан емдеп жазудағы өнімі айрықша болған.